Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақстан тарихы бойынша қазақ хандығының 16-17 ғасырлардағы дамуы бөлімін оқып үйренуді әрі қарай жалғастырайық. Сабақтың тақырыбы Қасым хан тұсындағы қазақ хандығының күшеюі. Бүгінгі сабақта сендер қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтайсыңдар, қазақ хандарының сыртқы саясатына талдау жасайсыңдар. Қасым хан 1511-1518 жылдар аралығында билік құрған әз Жәнібек ханның ұлы. 15 ғасырдың соңы, 16 ғасырдың басындағы қазақ хандығының өмірінде Қасымның орны ерекше. Қасым хан қазақ мемлекетін нығайту кезеңінде билік етті. Даланың нағыз ұлы ретінде үлкенді сыйлау дәстүрін ұстанған Қасым сұлтан бастапқыда бұрындық ханға барлық жағынан бағынды. Мұхаммед Хайдардың айтуынша, Қасым өзін бұрындықтан алыс ұстауға тырысты, себебі оған бағынғысы келмеді. 1511 жылы қартайған бұрындықты Самарқанға шығарып салғаннан кейін Қасым мемлекетті басқару міндетін және хан лауазымын қолға алды. Қасым хан Жошы ханнан кейін ешкім жете алмаған бүкіл Дешті Қыпшақтағы қуатты әміршіге айналып, даңқы мен құдіреті артты. Қасым хан билік құрған жылдары қазақтардың 3 бөлігі де бір мемлекет құрамына бірікті. Деректерге сүйенсек, қазақ хандығы аумағын кеңейту мәселесін Қасым хан қарулы күреспен де, саяси жолмен де шешті. Қасым хандығының аумағы батыста Жайықтың арғы беті, бір шеті Жайық, бір шеті солтүстік шығыс Қазақстан, Сайрам аймағы Сырдың бойындағы қалалар болса, оңтүстік шығысында Түркістан қаласына дейін, Жетісудың солтүстік бөлігінің таулары мен таулы бөктерлеріне дейін созылып жатыр. Міне бұның барлығын бағындырған Қасым хан. Қасым ханның сыртқы саясатына келсек, Орта Азия хандарымен, Еділ бойындағы елдермен, Батыс Сібір хандығымен, Ресеймен сауда-саттық және дипломатиялық байланыс жасады. Моғол ханы Сайд ханның шығыс Түркістанға көшіп кетуі Қасым ханның Жетісудағы билігінің нығаюына себеп болды. 16 ғасырдың басында Қасым ханның сыртқы саясатының басты бағыты Сырдария бойындағы қалаларды қаратып алу жолындағы күрес болды. Мәскеу мемлекетімен терезесі тең дәрежеде дипломатиялық қарым-қатынас орнатып, Батыс Европаға белгілі болды. Бұған Ресей мұрағаттарынан алынған дипломатиялық құжаттар дәлел бола алады. Қасым ханның ішкі саясатында хандық билікті нығайтуда, салт дәстүр мен заңдылықты сақтауда ірі табыстарға жетті. Ұрыс күндері әскери қабілетімен дараланса, бейбіт кезде әділ де білгір елбасы ретінде халық құрметіне бөленді. Өз заңында Құран талаптарына қайшы келмейтін қазақи ғұрып ерекшеліктерін сақтады. Мемлекетті нығайту үшін Қасым хан салған Қасқа жолы атты заң шығарылды. Бұл құқық жинағы 5 бөлімнен тұрды. Бірінші, мүлік заңы. Оған жер, мал және мүлік дауларын шешу ережелері енді. Екінші, қылмыс заңы. Мұнда қылмыстық істің түрлері мен оларға байланысты жазалар қарастырылды. Үшінші, әскери заң. Дала тұрғындарының соғыс кезінде әскер жасақтау жөніндегі міндеткерліктері, әскери міндет, жасақ құру қағидалары, әскери олжаны бөлу тәртібі айтылды. Төртінші, елшілік жоралар. Бұл бөлімде халықаралық құқық, елшілік этикеті қарастырылды. Бесінші, жұртшылық заңы. Бұл бөлім өзара көмекке, мейрамдарды ұйымдастыру ережелері мен сарай тәртібіне арналды.
Бұл заман талабына сай қазақтың қара қылды қақ жарған деген әділ талаптарынан туындаған заңдар жинағы. Қасым ханның қасқа жолы деген атпен халық жадында сақталған қазақтың тұңғыш конституциялық құжатының негізін жасаумен әйгілі болған ұлы хан. Бүгінде бұл дәстүр Қасым ханның қасқа жолының қағидалары жалғасын тауып, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан 2050 атты даму стратегиясында жалғасын тауып отыр. Ұлы ғұламалар Қасым хан туралы: Қасым бүкіл Дешті Қыпшақ даласына билік жүргізді. Оның халық санының миллионнан астам болды. Әскер саны 300 мыңды құрады. Жошыдан кейін бұл жұртта одан ұлы хан болған емес. Жәнібек ханның ұлдарының арасында аса белгілі болғаны Қасым хан еді. Ұзақ уақыт бойы атасының ұлысына билік етті. Аймағындағы ұлыстарды өзіне қаратты. Ол туралы аңыздар әр жерде көп тараған, көпке мәлім болған. Жұрттың айтуына қарағанда, қазақ сұлтандары мен хандарының бірде-біреуі бұл халықты дәл Қасым хан сияқты бағындыра алмаған. Оның қарамағындағы атты әскер саны 300 мыңға жуық еді. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымызды пысықтау үшін мына тапсырмаға назар аударайық. Қасым ханның ішкі сыртқы саясаты мазмұны бойынша алған білімдеріңді тексеру үшін тарихи диктант жазайық. Тарихи диктант әдісі бойынша сөйлемдерді қажетті сөздермен толықтырыңыз. Жарайсыңдар, балалар. Бұл тапсырманы сәтті орындадыңыздар деп ойлаймын. Кәнекей, дұрыс жауаптарыңызды тексеріп көрелік. Қасым хан 1511-1518 жылдары билік етті. Қасым хан Жәнібек ханның ұлы. Қасым хан тұсында қазақ хандығының халқының саны 1 миллионды құрады. Қасым хан жариялаған заң жинағы қазақта Қасым ханның қасқаз жолы деп аталды. Сыртқы саясатта Орта Азия, Еділ бойы, Сібір хандығы және орыс мемлекетімен сауда-саттық және дипломатиялық байланыс жасады. Келесі тапсырмамыз кескін картамен жұмыс. Берілген мәліметтерді қолданып, Қасым хан тұсындағы қазақ хандығының шекарасын белгілеңіз. Мәліметтер толық беріліп тұр. Осы берілген аймақтар бойынша Қасым хан билік еткен тұстағы шекараларын сызып шығайық. Қазақ хандығының солтүстік шекарасын белгілеңіз. Қазақ хандығының шығыс шекарасын белгілеңіз. Қазақ хандығының оңтүстік шекарасын белгілеңіз. Қазақ хандығының батыс шекарасын белгілеңіз. Жарайсыңдар, балалар. Бұл тапсырманы да сәтті орындадыңыздар деп ойлаймын. Қасым хан саясатының негізгі бағыттары мемлекетті нығайтудағы шекараны кеңейту басты мақсаты еді. Олай болса, кескін карта арқылы жасаған жұмыстарыңды сәтті орындадыңдар деп есептеймін. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, Қасым хан қазақ мемлекетінің аса көрнекті басшыларының бірі. Өзінің игі іс-әрекеттерімен, қатаң ерік-жігерімен және саяси көрегендігімен ол қазақ мемлекетінің абырой-беделінің артуына қол жеткізді. Оның тұсында басқа елдер Қасымға құрметпен қарады. Қасым хан тұсында қазақ хандығы дәуірлеу билігіне көтерілді, ел тыныштығын, хандықты нығайтты, көрші елдермен бейбіт қарым-қатынас орнатты, мықты әскери күшке ие болды, қазақтар Орта Азия мен Европаға белгілі болды, қазақ халқының саны 1 миллион, әскері 300 мыңға жетті. Мұхаммед Хайдар Дулатидың айтуы бойынша, деректеріне сәйкес Қасым хан 1518 жылы Сарайшық қаласында дүние салып, сонда жерленді. Бүгінгі сабағымызға бас бармақ әдісі арқылы кері байланыс жасаймыз. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.